Туған жер десе ойыңа өріс, қиялыңа қанат, талабыңа от берген қастерлі мектебің, ұлағатты ұстаз, үлкен өмірге қанаттанған шақтарың көз алдыңа келеді. Әсіресе білім дариясынан сусындап, нәр алып, саябақта бүршік атып көктеген алтын ұя мектептің орны тіптен бөлек. Ақынды тауып, абыройын асырған, өнерліні өрістеткен, дарындының талабына даңғыл жол салған Совет ауылындағы Ораз Жандосов атындағы орта мектебіне 75 жыл толып отыр. 1934 жылы сыңғырлаған қоңырау үнімен балаларды білім ал деп шақырған мектептің әр жылдарда аянбай еңбек еткен ұстаздарының арқасында қоңырау үні биыл 75 рет соғылды. Мұрағат құжаттары бойынша бұл білім ордасы алғаш Совет бастауыш мектебі болып ашылған. Ал Алаш арыстарының көрнекті өкілдерінің бірі Ораз Қиқымұлы Жандосов есімі мектепке 1962 жылы берілді. Өткен ғасырдың бас кезі қазақ халқы үшін жаппай саяси, мәдени, ғылыми ояну кезеңі болды. Осы бір қиын қыстау тұстарда өмір сүрген Ораз Жандосов өзінің қысқа ғана ғұмырында қазақ елінің саяси және әлеуметтік мүддесі үшін күресіп, оқу ағарту ісін көтеруге елеулі еңбек етті. Ол қазақ баласының білім алып, сауатты болуы үшін алғаш ауыл мектептерін ашқызған еді. Ұлт болашағына алаңдап, тынбай еңбек еткен тұлғаның есіміне мектеп оқушылары кір келтірген емес. Ал 1969 жылы 640 орындық жаңа үлгідегі мектеп ғимараты пайдалануға берілді. Елмен бірге жасап, бірнеше ұрпақтың тоғысында жас буынға білім мен тәлімді тәрбие берген қасиетті шаңырақтан мыңдаған шәкірт түлеп ұшты. Кешегі балғындар бүгінде самайларын ақ шалған, санасы өскен, қанаты қатайған, елге еңбегі сіңген еңселі азаматтар. Генерал-майор Бағдат Майкеев, елші Амангелді Тойжанов, Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің орынбасары Мақсат Бекетаев, аудандық маслихат депутаты Сейітхан Қырқымбаев, заң ғылымдарының кандидаты Ерболат Қошқарбаев және тағы басқалары осы мектептен қанат қаққан қарлығаштары екенін ауылдастары мақтан тұтады. Мектептің атын шығарып, ауылдың абыройын асқақтатқан түлектерге білім берген ардагер ұстаздарға мыңда бір алғыс. Жандосов орта мектебінде 42 жыл жұмыс істеген адаммын. Сондықтан мектептің тарихы менің тарихым сияқты. Қазір зейнеттеміз. Ал енді мектепте сол мен 42 жыл істеп жүрген кезеңнің ішінде осы мектептің бір жаманатын көргем жоқ. Білім беру саласында, балаларға тәрбие беру саласында үлкен жетістіктерге жетіп келе жатқан мектеп бұл. Осы Еңбекшіқазақ ауданындағы айтулы мектептердің бірі деп есептеймін мен Жандосов мектебін. Талай түлектер елімізде, егеменді еліміздің әр түкпірінде ел үшін, халық үшін қызмет істеп жүр. Олар осы мектептің және ауылымыздың мақтанышы. Мектептің осы 75 жылдық торқалы тойы құтты болып, болашақ ұрпақтарымыз терең білім, үлкен өнегелі тәрбие алады деп сенемін. Мектеп деген ауылдың айнасы, білім бұлағы. Енді айнаны анда-санда түсіртіп тұрмасаң, өңіңді дұрыс көре алмайсың. Сондықтан да мына біздің мектепке де сүртіп, жөндеп тұратын жағдай керек. Менің айтайын дегенім, осы мектептен талай азаматтарымыз түлеп, қазір үлкен-үлкен қызмет істеп жатыр. Соларға ойымды айтқым кеп отыр, өздері ұшқан ұясын ұмытпасын. Осы ұяны да құстар жыл сайын бір тазалап тұрады. Сол сияқты көңілдерін бөліп, мынау біздің оқыған білім бұлағын алған бұлағымыз еді, өскен ұямыз еді деп анда-санда көңіл аударып, кішкене мектептің айна ретінде көретін болса сүртіп тұрса деп ойлаймын.
қолынан келген көмектерін беріп тұрса деп ойлаймын. Мектепте көп жұмыс атқару керек. Қазір көп жастарымыз бар. Кейінгі жастарға міне осындай ағаларымыз өстіп істеп кетіп еді, осындай тәтелеріміз осындай мектебімізді жөндеп кетіп еді десе, біз де қуанамыз. Бұл мектепке бізде қайғырып, бір жері дұрыс болмай қалса, неге осы біздің мектеп сондай болмады екен дейміз. Сол ұшып кеткен қызмет істеп жүрген жаңағы үлкен біздің өзіміздің шәкірттерімізден мектебіне келіп тұрса екен дейміз. Бұл мектеп осы ауылымыздың көркі, осы ауылымыздағы білім бұлағын тарататын негізгі орда. Осы мектепте жұмыс істеп зейнетке шықтым 69 жылдан 86 жылға дейін. Қазірде осы мектепте бітірген шәкірттерім, осы мектепте қызмет істеп, ұстаз болып, біздің еңбегімізді жалғастырып жүрген ұстаздарға сондай ризамын. Солардың барлық ұстаздық еңбегіне үлкен үміт артып, соларға жақсы тілек тілеймін. 2008 жылдың қараша айынан бері мектепті білім беру ісінің үздігі Еңбекшіқазақ ауданының құрметті азаматы Жошыбаева Гүлнар Сағатқызы басқарып келеді. Асыра мақтағандық емес, білімі мен тәжірибесі мол Гүлнар Сағатқызы бір жылдың өзінде қыруар шаруаны атқарды. Басқасын тізбектеп айтпай-ақ мектептің 75 жылдық мерейтойының өзі неге тұрарлық. Кездесуді ұйымдастыруды есептемегенде, оған жұмсалатын қаржы мен дайындықтың өзі оңай емес. Бірақ соған қарамастан осы шараны өткізуді қолға алды. Бұл біріншіден талай жыл бұрын мектеп бітіріп кеткен түлектердің есіне, сендер де кезінде мектепте оқып едіңдер ғой деп, алтын ұяның бар екенін еске салу болса, екіншіден аға буын мен бүгінгі жас ұрпақ арасында алтын көпір орнату. Сол арқылы кейінгі ұрпаққа өнеге үлгі болатын ұлағатты іс қалдыру. Бүгінгі таңда Ораз Жандосов атындағы орта мектепте 559 оқушы мен 73 мұғалім бар. Мектеп ұжымы оқытуды ізгілендіру жолымен жаңа технологияны пайдалану арқылы оқушыларға терең білім бере отырып, отанын, туған жерін сүюге тәрбиелеу деген өзекті мәселені шешу жолында үздіксіз ізденпаздықпен жұмыла жұмыс атқаруда. Білім шаңырағында мультимедиялық, лингофондық, компьютерлік сыныптар бар. 13 мыңға жуық кітап қоры мен кітапхана қызметкерлері оқушылар үшін қызмет көрсетуде. Салауатты өмір салтын насихаттау және ынталандыруда кешенді бағдарлама дене тәрбиесіне, спорттық іс-шараларға ерекше көңіл бөлінеді. Оның айғағы мектепте ұйымдастырылған көптеген спорт үйірмелері. Баланың бас ұстазы ата-анасы демекші, мектеп ұжымы ата-аналармен де тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Жас ұрпақтың еркін дамуына жағдай жасау, олардың заңды мүдделерін, мәдени әлеуметтік құқықтары мен бостандығын іске асыру және қорғау, жастардың белсенділігін, инновациялық потенциалын дамыту мақсатында мектепте болашақ ұйымы жұмыс істейді. 8 жоғарғы сынып оқушылары ұйымның белсенді мүшелері болып табылады. Мектепте шағын орталықта бар, ауылдың 25 бүлдіршіні осы жерде тәрбие алуда. Мұндағы тәрбиешілердің алдына балаға білім, білікті дағдыларын егертіп қана қоймай, олардың өскен ортасын дұрыс қабылдауын, ойлауын, қиялын дамыту міндеті тұр. Білім мен еңбек егіздемекші оқушыларды еңбекке баулуда. Еңбек пәнінің мұғалімі Адалят Абдулла қызының қосқан үлесі зор. Атамекен бағыты бойынша өзінің шәкірттерімен бірнеше жүлделерге ие болған ұстаз жемісті еңбек етуде. 75 жылдық мерейтойын атап өткелі жатқан мектептің бүгінгі тыныс-тіршілігі міне осындай. Аталмыш мектептің білім дариясында еркін жүзуіне сеп болып отырған ұстаздар қауымы екені белгілі.
Сондықтан бүгінгі мерекеде оларға айтылар жүрек жарды тілек те ерекше болмақ. Халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын, данасын, ғалымын, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді. Ұрпақ өсіріп отырған аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай қадірлеуге міндеттіміз деген. Ержүрек батыр Бауыржан атамыз айтқанындай қадірлеуге әбден лайық барша ұстаздарды ұрпақтың ұлы мұраты жолында талмай еңбек етулеріне тілектеспіз. Тек қана мектептің емес, ауылдың тойына айналған бүгінгі қуанышты күн құтты болсын. Әрқашанда осы мектептен түлеп ұшқан әр түлек қимай қоштасып, осы жерге сағынып орала беруіне біз де тілектеспіз.